Сәлем қыздар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео блогымызда үй жағдайында осындай ең керемет гамбургер әзірлейміз. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен гамбургеріміздің булочкасын пісіріп аламыз. Ол үшін бір жұмыртқа, сұйық май, бөлме температурасында сүт, тұз қосамыз, аштығымызды саламыз және 2 нежный йогуртын қосып қамыр илейміз. Және уксус қосамыз. Барлық құрамын видеоның астына жазатын боламын. Жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұнды қоса отырып, бастапқыда осылай күрекшенің көмегімен араластырып отырып, сосын барып қолымызбен илейміз. Сол кезде қамырымыз жұмсақ болады. Илеп болдық. Бетін жауып, жылы жерге жарты сағат немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап көтеріліп, ашу керек. Мінекей қамырымыз ашыды. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп алдық, ұзынша қылып. Пергамент қағаз төселген противеньға қамырымызды орналастырып шығамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, тағы да жарты сағатқа қамырымыз көтерілгенін күтеміз. Сол кезде булочкаларымыз сондай арасы жұмсақ, жеңіл болып пісу үшін күтеміз. Мінекей қамырымыз жақсылап көтерілді, жарты сағат өтті. Қолымызбен тағы да кішкене басып қоямыз. Бетіне сүт пен жұмыртқаны араластырып, жағып шығамыз. Одан кейін кунжутымызды себеміз. Алдын ала 180 градус қызған пешке 20-25 минут булочкаларымызды пісіріп аламыз. Мінекей пісіп шықты, сондай жұмсақ, әрі жеп жеңіл, өте әдемі булочкаларымыз. Енді біз котлетін әзірлейміз. Тартылған фаршқа қара бұрыш, кез келген дәмдеуіш және тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде біз жұмыртқа немесе сүтке шыланған булка нан қоспайтын боламыз. Котлетімізді осылай бөліктерге бөліп аламыз, дөңгелектеп алақанымыздың көмегімен жайып шығамыз. Жұқа болу керек. Тез пісу үшін менде 6 котлет шықты. Осылай шеттерін бәрін тегістеп, қызған табаға сұйық майымызды құйып, котлеттерімізді пісіріп аламыз. Жалпы 10 минутта піседі, екі жағын 5-5 минуттан баяу отта бетін жауып пісірсеңіздер де болады. Екінші жағына аударамыз. Өте ұзақ ұстап қойсаңыз, котлетіңіз қытырлақ болып қалады. Сондықтан 10 минут жетеді. Пісті. Қалған котлеттерді де осылай пісіріп аласыздар. Енді біз сырымызды ертіп аламыз. Арнайы бургерға арналған сырды қолдансаңыздар да болады. Менікі жай сметанка. Пергамент қағазын 4 бұрыштап кесіп, бетіне сырымызды салып, осылай ертсеңіздер, сондай өте дәмді болады. Булканы 2-ге бөліп, кішкене қақтап аламыз, қызған құрғақ табада. Енді соусын дайындаймыз, майонез бен кетчупты араластырамыз. Булкамыздың астыңғы бөлігіне жағып,
салат жапырағын саламыз және котлеттерімізді орналастырамыз. Дөңгелектеп туралған қызанағымызды қоямыз. Тұздалған қиярды жіңішке жұқа қылып турап, және бетіне ертілген өте дәмді сырымызды саламыз. Сондай аппетитный. Және бетіне булочкамызды жабамыз. Ол үшін тағы да соус жағып аламыз үстіңгі бөлігіне. Келесі бургерға мен горчица соусын жақтым. Мінекей достар, осылайша бүгінгі өте дәмді гамбургерімізді әзірлеп болдық. Арасын кесіп көрсетейін. Сондай дәмді үй жағдайында булочкасында өз қолымызбен пісірдік. Котлеті де сондай дәмді. Рецепті ұнаса міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Лайк басып және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.